жағажайда 10 адам есін жинайды. Естеріне түспей, бұл жерде қандай жағдайда болғанын білмейді. Кем дегенде бір нәрсені білу үшін киімдерінің жағаларындағы жазылған есімдерге назар аударады. Чейз топтағы ең жігерлі қыз. Ол Кейсиді ұнатпайды, себебі Кейси оған күдікпен қарайды. Чейз, Броди және Донован барлау миссиясына барады және көп ұзамай өздері есін жиған жерде олардың әрқайсысына зат бар екенін біледі. Донован қайта артқа оралады, ал Чейз пен Броди ары қарай барлауды жалғастырады. Негізгі топ осы жағада пайда болудың теорияларын құруға тырысады, бірақ ешкім ең болмағанда ақылға қонымды бірдеңе ойлап таба алмайды. Олардың ешқайсысы ауруды сезінбейді және ешқандай зақым жоқ. Осы уақытта Хейден Мейсонды кездестіріп, бірге әрекет етуді ұсынады, өйткені ол олардың ортақ бір нәрсесі бар деп ойлайды. Әңгімелесу кезінде табылған көзілдіріктің көмегімен от жағуға қол жеткізеді. Ер адамдар құмға құтқаруға шақыратын жазуды шешеді. Ол уақытта Тейлор ұшақтың жоқтығына назар аударған болатын. Тейлор кенеттен құм астынан кітапты тауып алады. Оның не екенін түсінбей лақтырып жібереді. Донованның жалғыз қайтып келе жатқанын көрген Кейси Бродиді уайымдайды. Донован барлығын жүзуге шақырады. Олар теңізге қарай бет алды. Ол уақытта Чейз бен Броди қарама тауып алады. Броди Чейзді зорламақшы болады. Чейз қашып, оны құшақпен қорқытты. Қалғандары суда жүзіп жүргенде оларға акула шабуыл жасайды. Донован аман қалмайды. Қалғандары жағаға жетіп үлгерді. Көңілдері түсіп кеткен топты Броди әңгімеге шақырды. Ол тапқан заттарын көрсетеді. Бірақ топ оған Донованды акула жеп қойғанын айтады. Сол уақытта Кейси Чейздің біртүрлі қылықтары жайлы айта бастайды. Бірақ Броди сөзді бөліп, тауға қарай көтерілуді ұсынады. Ол жақта жел жоқ және от жағуға болады. Чейз қайта оралғанда ерлер бір-біріне тапсырма бере бастайды. Ол барлығының көзінше Бродиді ұрып, қиянатын айтып және ішуге жарамды суды жасырғанын айтады. Ол топ кімге сенерін білмейді. Түнде барлығы жағалауға түнейді. Чейз қорқынышты түстер көрді. Болған қан және қолындағы тапанша. Ол таңертең оянып, қайта сол жағалауды көреді. Кенеттен ол судың жағасындағы жатқан Донованды көріп жүгіреді. Ол көмек сұрауда. Олар Донованды көтеріп шатқалға апарды. Кейін Броди Чейзден кешірім сұрайды. Оған Чейздің дауысы керек, себебі топ кімнің басқарушы болатынын шешуде. Броди аралдың тереңдеу жеріне баруды ұсынады, себебі ол жақта су және жеуге қолайлы жемістер бар, бірақ онымен бәрі келіспейді. Мейсон барлығына жатқан жерлеріміздің ара қашықтығы 32 қадам екенін айтады. Олар 32 қадамды адам санына көбейтіп, сонша қадам жүріп, кері жол деген жазуды табады. Бірақ ол нені білдіреді? Чейз мұны маңызды деп ойлайды, бірақ қалғандары артқа қайтады. Чейз ашуланып тасты лақтырып жібереді. Сонда жанып өшіп тұрған пульт пайда болады. Чейз тағы белгінің жанында оянады. Теңізден құтқарушы қайықты көреді. Қыз теңізге асығып аяғын жаралап алды, бірақ оған мән бермейді. Ол қайыққа қарай жүзеді. Оның қанына акулалар келеді. Соңғы минуттарда ол қайыққа жетіп үлгеріп, оны жағаға алып шығады. Чейз қалғандарына қайтып оралады, бірақ қайық туралы тіс жармайды. Кейси мен Броди жеуге жарамды заттар іздейді, ал Чейз тапқан қайыққа оралып, ішіндегі заттарды зерттей бастайды. Біреуінде аптечка, екіншісінде белгісіз. Чейз заттарды тығып қайта оралды. Броди Кейсті сарқырамаға алып барады. Чейз тапқан заттардың бөлігін Куперге көрсетеді. Тағы да 32 саны пайда болады. Кейси Бродиге пышақты менен Чейз тартып алды деп жігітке жақындай бастайды. Қалған топ келе жатқан дауылға алаңдап отыр. Броди тағы да аралдың ішкі бөлігіне тығылуды ұсынады. Купер шыдай алмай Бродиді ұрып жібереді. Жекпе-жек басталып кетті. Броди Чейздің пышағын тартып алады. Пышақты жерге лақтырып, Броди арал ішіне кетіп қалады. Дауыл басталып, адамдар қайықтың артына тығылды. Чейз тағы қорқынышты түс көріп, бейтаныс әйелді көреді. Чейз жағалауға барып пультты тауып алады. Ол топқа қарай жүгіріп Бродиді көрді. Чейз пульт арқылы белгісіз қорапты ашып, онда тапанша бар екен. Кейіннен асқынған жараны байқайды. Олар Кейсидің көңілін тапқысы келеді, себебі Броди оны ренжіткенін түсінеді. Бірақ Кейси тек өзін кінәлайды. Ерлер қорғаныш заттарын құрастыруда, әйелдер лагерді ыңғайлы етіп жасауда. Чейз Куперді тауға қарай шақырды. Биіктіктен қайда оралғандарын білу қажет. Купер артқа қарай қайтуды ұсынады, себебі көп ұзамай қараңға батады. Бұл уақытта қыздар ауланған балыққа қуана бастайды. Чейз пен Купер арал ішінен ғимарат тауып алады. Олар өз көздеріне сене алар емес. Онда су ішетін фонтан бар. Донован есін жияды, оған әйелдер қуанады. Купер мен Чейз қайта оралады. Ғимарат пен су тапқандарын айтып, Бродиге бұл ұнамайды және Чейзге тиісе бастайды. Ол таңертең оянса барлығы жабылып, оны қайықтан аяғынан тартып
шығарып жатыр екен. Оны жағалауда қан жоса болып жатқан Бродиге алып келеді. Оны мен жасаған жоқпын деп ақталуда. Кейін Куперден көріп басынан жарақат алады. Ол есін жинағанда палатада оянады. Белгісіз әйел Чейздің денесімен манипуляция жүргізе бастайды. Чейз денесін қимылдата алмайды. Келесі жолы оянғанда Коннор есімді дәрігер алдында оянды. Ол Чейздің денесін босатып, оны қалдырып кетеді. Біраз уақыттан кейін оны күзетшілер шерифтің алдына апарады. Ол оған ешқайсының аралда болмағанын айтады. Оның бәрі симуляция. Ал олар бұл түрменің тұтқындары. Олар әрекеттеріңді білу үшін аралға жібердік деп айтады. Өмірге екінші мүмкіндік беру үшін Чейз қайта ұйықтауға арналған камераға оралады. Чейз күзетшілермен арпалысып дәрігерді тұтқын ретінде алып, ғимараттан қашып кетеді. Оны қайта ұстап алды. Тағы да қорқынышты түстер көре бастады. Ертеңіне симуляцияны ойлап тапқан адамдармен тілдеседі. Олар мидың қызметін түсіндіруде. Олар Чейзге көп сұрақ қояды, себебі басқа қатысушылар естерін жинап сөйлесе алмайды. Олардың басты сұрағы: адамның іс-әрекетіне қайсысы әсер етеді, табиғат па әлде тәрбие ме? Ғалымдар сөз таласып, түрлі сұрақтар қоя бастады. Чейз өзін дұрыс ұстамағанын айтады. Шериф сөзін бөліп әңгімелесуге шақырады. Оны ғалымдар қызықтырмайды, оған маңызы ақшамен қамтамасыз ету. Ол бұл экспериментке сенбейді. Чейз аралға қайта оралып сынақтардан өтетін болады. Бірақ егер Чейз ол жақта өлетін болса, ол мына өмірде де өледі. Ол Бродиді ойын емес, арал қатысушылары өлтіргенін айтады және Чейзді аңдумен болатынын айтты. Кейін Чейз программаға оралту жайында шешім қабылданады. Ол бас тартады, бірақ оны ешкім тыңдамайды. Оны күшпен сыртқа шығарып, мойнында кісенмен оянады. Чейз шерифтен түсінде көретін әйелдің кім екенін сұрайды. Шерифтің бетінен соғып жібереді. Шериф тек қана күліп қалды. Ол бірнеше күзетшімен арпалыса бастайды. Кейіннен оған психиатр әйел келеді. Ол Чейзден аралға дейінгі өмірінен есінде не қалды деп сұрайды. Ол өзінің кім екенін есіне түсіріп, артқа жолды табуды кеңес береді. Олардың әңгімесін бөліп, Чейзге таблетка ішуді талап етеді. Кейін көлікке отырғызып шекарадан ары алып кетеді. Бірақ көлікте күзетшіні ұрып сыртқа қарай қашып кетеді. Ол лабораторияға жасырын түрде еніп, капсулада аралда бірге жүрген адамдарды табады. Оны күзетшілер қоршауға алып, шериф бәрін есіне алуды айтады. Себебі ол өз үйінде. Оны ұйықтатып капсулаға салады. Чейз оянып байлаулы тұрған қолдарын көреді. Чейз барлығына бар шындықты айтып береді, бірақ оған ешкім сенбейді. Себебі оның денесі жоғалған жоқ. Ол жағажайда бар болғаны 15 минут жатты. Чейз аралы шынайы емес, бұл жай ғана симуляция деп айтады. Адамдар оны есінен адасты деп ойлады. Олар оған тынышталып демалуын сұрайды. Чейз бәрібір ол сол сөздерді қайталай береді. Хайден өзінің жасаған қылмысын есіне түсіреді, бірақ бәрібір сенбейді. Олар Чейзді жерге құлатып, қалтасын тінте бастайды. Оларды бейтаныс жұп тоқтатып, Чейзді қорғайды, бірақ оларға бәрібір сенбейді. Мұның барлығы жай ғана ойын екенін айтады. Жұп өздерін Бонни и Клайд деп таныстырды. Оларға бұл есім таныс көрінеді. Сонда да дастарханға дәм татуға шақырады. Чейз Бонни и Клайд танымал есім екенін есіне түсіріп, жағаларындағы есімді атауды сұрайды. Олар бастықтарымен жіберілген аңшылар екенін мойындайды. Клайд Хайденді жарақаттайды. Олар Чейздің барлық сөзін растайды және қашып кетуін сұрайды, себебі арал адамдары көп ұзамай есіне барлығын түсіріп Чейзді өлтіретінін айтады. Себебі Чейз өте көп біледі. Чейз қашпас бұрын аптечканы Хайденге беріп кетеді. Адамдар одан сайын адасады. Олар не жасау керек және бұл жерден қалай шығуды түсінбейді. Оған дейін аралды толық зерттеулерін айтады. Топ Хайденді айнала отырып ары қарай не істеу керек екенін шешеді. Купер бірінші өлген адамдарды жерлеуді ұсынады. Кейси Бонни и Клайд келген ауылды тауып алуын қажет екенін айтып, онымен бірге Купер мен Моисей еріп барады. Олар шынында бос үйлерді табады. Олар ойынның басталғанын хабарлаған Бонни мен Клайдты көреді. Чейз тапқан ғимаратқа орналасады. Кейси мен Моисей ауылда қалып, Купер лагерге оралады. Ол уақытта Блэр Куперге қайта аяққа тұруға көмектеседі. Донотонға қайтадан аяққа тұруға көмектеседі. Есіне кезінде медбике болғаны есіне түседі. Чейз те өзі өлтірген анасын есіне түсірді. Блэр кішкентай балалардың аппараттарын өшіргенін есіне алды. Ол балаларға көмектестім деп ойлайды. Сол уақытта ол қайықты сүйреген Тейлорды көреді. Блэр Тейлорға аралдан кетуге болмайтын еске түсіреді, бірақ Тейлор оны тыңдағысы келмейді. Ол бұл жерден тезірек кеткісі келеді. Кейси жағалауда отырып, барда бір жігіттің танысқанын есіне алады. Чейз үйді
ақтарып жасырынды жерді және құжаттарды табады. Тейлор теңіздегі үлкен тастарға ұрылып жарақаттанды және ол өзінің досымен банк тонағанын есіне түсіреді. Кейсиде бұрынғы өмірі есіне түсіп, күйеуі ұрып жыққанын көреді. Сол үшінде ол басқа еркекпен кетіп қалғанын түсінеді. Кейін ол адам Кейсиді тастап кеткені белгілі болды. Купер аралды шарлап жүріп, Бонни мен Клайдтың әңгімесін естиді. Олар қатысушыларды өлтіріп, сол үшін ақша алу үшін олардың жұмысы екенін біледі. Жалғасы келесі видеода көрсетілетін болады.